Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз красный бархат печеньесін пісіретін боламыз. Печеньеміз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Достар, осы печеньені сіздер үйлеріңізге қонақтар келе жатқан кезде немесе жаңа жылда пісірсеңіздер болады. Дастархандарыңыздың сәнін келтіретін болады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі сары май. Сары майымыз бөлме температурасында болу керек. Сосын сары майымызға 150 грамм шекерімізді қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, егер бұл жерде сары майды алдын ала шығарып қоюды ұмытып кетсеңіздер, онда майларыңызды ертіп қоса беріңіздер. Майымызды, шекерімізді қосып араластырып болған соң, 2 жұмыртқамызды қосамыз да тағы да араластырамыз. Және де достар, бұл жерде де біздің жұмыртқаларымыз бөлме температурасында болуы қажет. Егер жұмыртқаларыңызды алдын ала тоңазытқыштан шығаруды ұмытып кетсеңіздер, онда жылы суға 10-15 минутқа салып қойыңыздар. Сонда сіздердің жұмыртқаларыңыз жылынатын болады. Енді кезекте кішкене тұз қосамыз. Тұз қосып, тағы да араластырамыз да. Тағамға қосатын краскіден кішкене ғана аламыз да осыны қосамыз. Достар, сіздер осындай тағамға қосатын краскіні кондитерлік дүкенінен сатып ала аласыздар. Осылай кішкене қосқаннан біздің қараңыздар, біздің қамырымыз нәшетте өте қып-қызыл болды. Сол үшінде кішкене ғана қосыңыздар. Ендігі кезекте ұн қосамыз. Бұл жерде 160 грамм ұн. Бұл жерде ұнды міндетті түрде илектен өткізіңіздер. Сосын барып, жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы красный бархат печеньенің толық құрамын мен видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Достар, міне біздің красный бархат печеньеміздің қамыры дайын болды. Осындай орташа сұйықтықта болу қажет. Қамырымыз қоймалжың, бір келкі қамыр болу керек. Енді осы қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жабамыз да мұздатқышқа 1 сағат көлемінде қойып қоямыз. Яғни бұл жерде біздің қамырымыз қатуы қажет. Бұл жерде менің қамырым мұздатқышта 1 сағат бойы тұрды. 1 сағат тұрғаннан кейін қараңыздар, біздің қамырымыз оңай алынып жатыр, бірақ бұл жерде біздің қолымызға қатты жабысып жатқан жоқ. Енді осы қамырымызды аламыз да домалатамыз. Құрт сияқты біздің қамырымыз домалақ болған соң қант ұнтағына батырып аламыз. Біздің қамырымыздың, яғни бүкіл шеті қант ұнтағына батырылуы қажет. Сіздерге тағы да көрсетейін. Яғни бұл жерде менде балмұздақтың қасығы, үйлеріңізде қандай қасық бар? Сол қасықпен қамырымызды аламыз. Сосын домалатамыз, яғни домалақ болу керек біздің қамырымыз. Қамырымызды домалатып болған соң қант ұнтағына батырып аламыз. Бұл жерде қамырымыздың бүкіл жеріне қант ұнтағы бату керек. Достар, қамырларымызды домалақ қылып жатқан кезде, осы кезде сіздер пештеріңізді қосып 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Сосын пешке пісіретін ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз да қамырларымызды әкеп қоямыз. Кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 10 немесе 15 минут арасында пісіреміз. Печеньенің қамырын пешке салған кезде осы пештеріңізге қарап тұрыңыздар. Себебі бұл печенье өте тез піседі, яғни 10 немесе 15 минуттың арасында пісіп қояды. Мінеке достар, біздің красный бархат печеньеміз дайын болды. Пештен шыққан соң 15 минутқа суытып алыңыздар. Сосын барып
дәмін көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай әрі тез жасалынады. Сіздер жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.